Давление, қан қысымы көтеріңкі ма? Осын жаса. Және мойын тамырларын бітеліп, мына басыңызға қан бармай жатыр ма? Оттегі бармай жатыр ма? Сізге кислород жетіспейді дей ма? Мына иықтарыңызды тексеріңіз айнаға қарап. Иық осылай тұру керек. Сіздің иығыңыз былай тұруы мүмкін. Осылай тұрса, мына мойныңыздағы қан тамырларды бітеп тастайды. Сол үшін кеудені алға, иықты артқа, төмен. Осылай қараңыз, тексеріп. Мына иығыңыз артқа қарай тұру керек. Бұлай істелінбей ма? Не? Осындай стол болса, екі қолыңызды қойыңыз. Басыңызды төмен түсіріңіз. Төмен, төмен, төмен. Осылай жасаңыз. Немесе далада жүрсеңіз, осындай турник болса, турникке екі қолыңызды ұстап алып жасаңыз. Маңыздысы басты төмен қарай түсіру. Немесе стол болса, столға жасаңыз, бір қолда жасаңыз, немесе екі қолда жасаңыз. Отырып та жасаңыз болады. Мынандай жерге жасаңыз да болады. Жарқа да жасауға болады. Қолыңызды жоғары көтердіңіз, басыңыз төмен түсіріп. Маңыздысы мына екі иықты, бүйтіп тұрған иықты артқа қарай итеру. Сол кезде бітеліп жатырған қан тамырларыңыз ашылады, және осыдан кейін иықпен жұмыс жасап алғаннан кейін сіз мойын жаттығуын жасайсыз. Мойын жаттығу туралы менің видеоларым бар. Немесе, міне, мойын бұлшықеттерінің созылып жатырғанын сезініңіз. Иықке барыңыз, артқа қарай қараңыз. Басыңыз төмен қарай. Мойын жаттығу өте көп. Міне, осы мойын жаттығуын жасап, бірақ қан қысымы дәл қазір көтеріліп тұрса, бұны жасамаңыз. Көтеріліп тұрса, мына мойныңызды былай сипап, бірінші омыртқа, екінші омыртқаның жан жақтарын жақсылап тұрып сылаңыз. Сосын дем алып, дем шығарып отырыңыз. Мұрныңызбен дем алдыңыз. Мына денеңізбен өтіп бара жатырған сезініңіз. Босаңсыңыз, ештеңені уайымдамай, рахат сезімін сезініңіз, давление түседі сізден.